енді. Бір ажат. 1845 жылы 10 тамызда дүниеге келді. Енді балалар, қазір біз сабақта өз-өзімізді бағалаймыз, я? Өз-өзімізді бағалаймыз. Әр тапсырма бойынша, балалар, міне, үй тапсырмасын, әр тапсырма бойынша көрсетіледі. Сендер осы бойынша өз-өздеріңізді бағалайсыңдар. Сондықтан бағалау сендерге қиындыққа соқпайды. Ұқпаймыз, я, балалар? Қандай тапсырма орындалып, сол кезде бір-бірімізге бағалап отырамыз. Бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбын ашып алу үшін бізге мына тақтада кілтті сөйлеу. Балалар сабақтың ашылу үшін сиқырлы қобдишаларында ашып көрейік. Содан соң жаңа сабақ тақырыбын таба аласыңдар. Иә, бірінші қобдишаны ашып керек олсыз. Міне, бұл 45 дейді. 45 деген нені білдіреді балалар? Абайдың неше қара сөз бар? 45 қара сөз бар дегенді білдіреді. Ал келесі ғибрат дейді. Бұл ғибрат деген не балалар? Ғибрат дегеніміз балалар, не ол? Иә, міне балалар. Біз мысалы сіздерге қарапайым тілмен түсіндірейік. Мысалы бір әдебиетті кітапты оқыған кезімізде, я бір кейіпкерлердің жаман жағын көрсек, я одан жиіркеніп отырамыз. Ал жақсы жағын көрсек, соларды қайталағымыз келіп, сол адамға ұқсағымыз келіп отырады, я? Бір сөзбен айтқанда, жақсы жақты қайталап, жақсы нәрсені қайталап, ойымызға сіңіріп, содан нәтиже шығару, бұл ғибрат деп аталады. Орындаған сөзді ғибрат деп атайды балалар, я? Енді, ал толық адам дегеннің мағынасын кім біледі балалар? Толық адам дегенімізде, толық адам болу үшін қандай болу керек? Біздің Абай атамыздың ең жақсы көретін ұғымының бірі бұл толық адам деп аталады. Ал толық адам болу үшін адам қандай болу керек? Ол адамның бойында қандай қасиет болу керек? Ақылды, иманды, білімді болу керек. Сонымен бүгінгі біздің жаңа сабағымыздың тақырыбы қандай балалар? Абайдың қара сөздеріндегі ғибрат, я? Қара сөздің негізгі мақсаты балалар. Қараңдаршы біле, не дейді? Адамды түзеу, мінез-құлықты тәрбиелеу және білім мен ғылымға шақыру. Бұл Абай атамыздың қара сөздерінің негізгі мақсаты міне балалар осындай, я? Енді Абай атамыздың өзінің айтқан тыңдап жүрейік балалар. Қара сөз туралы не айтады екен? Мен Абай, халқымның болашағын ойлап, жүрегіммен толған қара сөздерімді жаздым. Себебі адам баласы тек мал мен байлықты ғана емес, ақыл, ғылым, еңбек, мінезді де ойлау керек. Мен айттым, адам болам десеңіз, ең алдымен еңбек етіңіздер, білімге ұмтылыңыздар. Еріншектік пен надандық адамды артқа тартады. Ал талап пен еңбек алға бастайды. Қара сөздерімде мен жаман әдеттерден қашуды үйрендім. Өтірік, мақтаншақтық, жалқаулық адамды аздырады. Ал шыншылдық, сабыр, рахым адамды биік етеді. Менің айтпағым біреу ғана. Адам өз-өзін тәрбиелесе, білімге ұмтылса, елін сүйсе, сонда ғана намыс толық адам бола алады. Сол үшін қара сөздерім сендерге қалдырған ғибратты өсиетім. Не бала, көрдіңдер ма? Абай не дейді? Қандай қасиеттерді әшекейлеген, қандай сөздерді айтып кеткен, Абайдың мақсаты не болған екен? Балалар, я? Ол ғибратты сөздер біз өз-өзімізді тәрбиелеу үшін жазылып кеткен хаттардың бірі десек болады. Абай надандықты сынаған, я? Жалқаулық пен жамандықты әшекейлеген, еңбекқорлықты, адалдықты, ақылды болуды насихаттаған, я, балалар? Жақсы болу үшін, толық адам болу үшін, міне, осындай жақсы сөздерін Абайымыздың атамыздың жаттап жүрміз керек. Абайдың 17-ші қара сөзі, міне, комикс кітапшасы арқылы бала тыңдаймыз, я? Міне, Абай атамыздың 17-ші қара сөзі бар. Мынау жүрек, мынау кім? Мынау қайрат, мынау ақыл, міне, осы үшеу. Бұл комикс кітапша деген бала. Айтылатын әңгімені ойды қысқаша суретпен, мынандай қысқаша мәтінді жеткізіп тұратын кітапшаны қалай деп атаймыз? Біле жүріңіздер, комикс кітапшасы деп атаймыз. Қазір уақыт қалып жатса, аяқ жағында әдемі видеосы бар. Мультфильм түрінде көрсетілген, сөйлетілген, соны көрсетемін. Қазір ашпай қалып жатыр ғой енді. Олай болса, балалар, Абай атамыз туралы, Абай атамыздың 45 сөзі туралы барлық мәліметке жол болдық па, я? Абай атамыздың басты идеясы не? Қара сөзді жазу мақсатында. Одан кейін толық адамды, ғибратты сөздерін бәрін есімізде сақтап отырамыз. Қазір олай Абай тауға қарап отыр, ойланып отырған сәті. Абай адам бойындағы қайрат, ақыл,
тек менімен іс қылады. Мен болмасам ештеңе тынбайды, ақыл айтады. Бірақ мен болмасам, сен қате жолға түсіп, зұлым боласың. Жүрек екеуіне қарап сабырмен сөйлейді. Екеуіңе керек, бірақ адамды адам ететін менің мейірімім. Үшеуі бір-бірімен тартысып тұр. Қайрат, жүрек тым жұмсақ, әлсіз, ақыл. Бірақ онсыз адам тасбауыр болады. Абай оларды тыңдап отыр. Абай, үшеуің де өзіңше мықтысыңдар. Бірақ адам болу үшін бірлік керек. Абай тұрып сөйлейді. Абай, ақыл жол көрсетсін. Қайрат қорғап жүрсін, жүрек басқарсын. Үшеуі ойланып үндемей қалады. Жүрек, сонда жүрек, мен әділетті, рақымды, арлы жолды ғана қалаймын. Ақыл келісіп, онда жүрекке сенім білдірейін. Үшеуі қол ұстасып бірлікте тұр. Қайрат, бірлік болса, адам шын кәміл бола алады. Ақыл жол, жүрек нұр, Қайрат құрал. Абай балаларға осыны әңгімелеп айтып отыр. Олар қызға тыңдап отыр. Абай, ей бала, адам болам десең, жүрегіңнің сөзін тыңда. Сонда ғана шындық жолында боласың. Абай. Бала көргендер қоян, ақыл, қайрат, жүрек үшеуінің қандай бір жерде тоғысқан. Адам бойында ақыл, қайрат, жүрек бәрі тең жүрген кезде, біріккен кезде адам қандай адам бола алады? Жаңағы Абай атамыз айтқандай, ол жақсы адам бола алады. Сондықтан жүрегімізде бірінші жүрегімізді, адамгершілікті, мейірімді бәрін бойымызда жинай білуіміз керек, иә? Олай болса бірінші тапсырмамызды орындаймыз. Бала сіздерге қазір мынау жеке мынандай карточка таратылады. Осы карточкаде Абайдың мына жерде бір ғана нәрсе берілгені адам болмысы, ақыл, ғылым, мінезімен өлшенеді. Еңбек еткен адам ғана толық тұлға бола алады деген мәтін. Осы мәтінге қарап отырып балалар. Мәтінге қарап отырып балалар, осыған тез жақсы тұшымды жауаптарды жазасыңдар және жақсы іштеріңе білетін ғана қорғап шығасыңдар. Өз ойларыңды, сұраққа мәтінді оқып отырып жақсылап жауап беріңдер. Апайлар, алдарыңызда анау неменен QR код берілді ғой, сол QR кодты қарап отырып, бір жағына кірсеңіздер, бүгінгі сабақтың қамыршысы көрініп тұрады, иә? Көк жағына ма, қызыл жағына ма, бір жағына кірсеңіздер. Сол жағына соны ашып, қамырмен танысып отырсаңыздар болады. Сабақ соңында. Өз ойымызды жақсылап, жүйелі түрде жазамыз балалар. Мәтінді жақсы түсініп оқимыз. Адам болмысы, ақыл, ғылым, мінезімен өлшенеді. Еңбек еткен адам ғана толық бола алады. Я сұрақ, мәтіндегі басты ойды жаз дейді. Бұл жерде басты ой қандай балалар? Абай не деп айтқан? Сол ойды түсіндіру дейді. Одан кейін ол ойды түсіндіріп айтасың. Одан кейінгі сұрақ балалар. Абай осында мәтінде қандай ғибратты ой айтты, мәтінді жақсылап оқып аламыз балалар, иә? Мәтінді жақсылап оқып отырып, сұрақтарға жауап береміз. Мәди балалар, уақыт созбай, Мәди айта қой. Қайрат тобына Мәди айтады, мен Мәди айта қой. Қандай ішінде тәрбиелік мәні бар, сөздер бар, айта қой. Әрбір жалқау кісі қорқақ қайратсыз тартады. Әрбір қайратсыз қорқақ мақтаншақ келеді. Ал әрбір мақтаншақ қорқақ ақылсыз надан келеді. Әрбір ақылсыз надан арсыз келеді. Әрбір арсыз жалқаудан сұрамсақ өзі тойымсыз, өнерсіз, ешкімге достығы жоқ жандар шығады. Адам баласы жылап туады, кейін өледі. Екі ортада бұл дүниенің рахатының қайда екенін білмей, бір-бірін аңдып, бір-біріне мақтанып, есіл өмірді ескерусіз өтеді. Бұл жерде не туралы айтылған? Қандай тәрбиелік мәні бар? Айтып жүресіз, түсіндір. Өмірді берген соң дұрыс жолынан және де адалынан өмір сүру керек. Бостан мақтаншақ болмай, Абайдың ең жақсы көрмейтін мінезі ол мақтаншақ, еріншек болған. Сол үшін ол адам еңбек етіп. Бір сөзбен айтқанда еңбек ету керек, иә? Толық адам болу керек. Абайдың жақсы көретін ұғымы ол қандай? Толық адам болу. Алла жақсы, Мәди.
жылап туады, күліп өледі. Екі ортада бұл дүниенің рахатының қайда екенін білмей, бірін-бірін әңгіп, бір-біріне мақтанып, ескі болған келіскенсіз босқа, жарамсыз толықпен қор етіп өткізеді де, таусылған күнге бір күндік өмірді бар маңына сатып алуға табалайды. Қазір біз жұптасып, бір-бірімізбен жұптасып отырып жұмыс жасаймыз. Бұл жерде абай атамыздың тапсырманы қандай балалар? Тапсырманы қараймыз балалар. Енді балалар, мына жерде бар ғой, мен сіздерге айтып отырайын, сіздер жазып отырыңыздар міне, иә? Бұл жерде абайдың бір қара сөзінен үзінді берілген, иә? Бұл жерде сөздер түсіп қалады, сол түсіп қалған сөздерді орнына қоямыз. Қулық, көзсіздік. Қулық, толықтан кейін көп нүкте қойып кетеміз. Бұл жерде сөз түсіп қалған. Балалармен жазамыз. Қулық. Сызықша қойып кетіңдер, бұл жерде сөз түсіп қалған. Көзсіздік. Тағы да сызықша қойып кетеміз. Адам салмақ деп жазамыз. Адам салмақ. Тағы да сызықша қойып кетеміз, сөз түсіп қалған сөз. Я, одан кейін иттің ісі. Иттің ісі. Бұл жерде түсіп қалған сөздерді көріп тұрсыңдар ма балалар? Белгілендіңдер ғой, я? Қулық дегеннен кейін сөз бар түсіп қалған. Одан кейін көзсіздік дегеннен кейін сөз түсіп қалған. Я? Адам салмақ дегеннен кейін тағы да сөз түсіп қалған. Одан кейін иттің ісі деп жазады. Бұл айтамыз. Сен айтамын, сен айтамын. Қулық, салмақ, көзсіздік дегенде адам салмақ өнерсіз несі. Әуелі Құдайға сыйынып, екінші өз қиратынан сүйеніп, еңбегіне сал. Еңбек қылсаң қарай жерде біреуді құр тастамайды. Жарайсың балалар. Енді сендер түсіп қалған сөзде қойдыңдар ма? Айта қойшы. Қулық, салмақ, көзсіздік. Дұрыс па? Адам салмақ, Иттің ісі, ары қарай. әуелі Құдайға сыйынып, екінші өз қайратына сүйеніп, еңбегі сал. Еңбегіңді сал. Я, түсіп қалған сөз еңбегі. Одан кейін еңбек қылсаң қара жерге береді. Осының мән мағынасын түсіндіріп айтыңыз, сіздерге ғана қысқаша. Еңбек етсең өзің дегенге жетесің. Еңбек етіп қара жерді қазсаң да не береді қара жер? Қарап қалдырмайды дейді, иә? Абайдың қара сөздеріне бірнеше ғибрат алып деп ойлаймыз балалар. Енді балалар бүгінгі сабақ кімге түсінікті болды, кімге түсініксіз болды, иә? Менің сұрақтарым бар, немесе мен ештеңе түсінбедім, маған барлығы түсінікті болды деген балалар. Нақты дұрыс жауап бере қойыңдар мына жерде. Бағдәулет, айтшы сен тұр. Саған сабақ қандай болды бүгінгі? Түсінікті болды ма міне? Бағдәулетке сабақ түсінікті болыпты, иә? Міне, мына жерге түсінікті болыпты, басып берейікші. Бағдәулетке түсінікті болды. Бүгін тобымызда 12 оқушы қатысып отыр. 12 оқушымыздың қайсымызға түсінікті, қайсымызға түсініксіз болды? Әлі сен айтамын, тез-тез айта қойшы. Барлығы түсінікті болды саған, иә? Саған да, міне, 2 оқушымыз. Олай болса, балалар, егер тапсырма балалар, иә? Қараймыз. Абайдың қара сөздерінен өздеріне ұнаған бір бөлігін жасап келесіңдер.